Құрметті әріптестер, жыл соңы аяқталып қалды. Соған орай свод талдау. С, яғни сіздің күшті жақтарыңыз. Күшті жақтар дегеніміз бұл жерде сіздің осы бір жыл бойында, оқу жылында қандай жетістіктерге жеттіңіз, немесе сіздің оқушыларыңыз қандай жетістіктерге жетті. Яғни өзіңіздің көңіліңіз толатын мықты жақтарыңыз деп айтсақ болады. Бұл жерде сіздің былтырғы оқу жылына қандай мақсат қойдыңыз, сол мақсаттардың толық орындалғандығы туралы жазасыз. Және де оқушыларыңыздың қандай жетістікке жеткендігі, ол халықаралық, республикалық, облыстық, немесе аудандық, мектепішілік болсын, жетістіктерін осы жерге балалардың және өздеріңіздің жетістіктеріңізді осы күшті жақтарға жазасыздар. Әлсіз жақ. Енді әлсіз жаққа не жазам деген кейде ой болуы мүмкін. Бұл жерге келесі жылға, яғни биылғы оқу жылында сіз орындай алмай қалған. Ол мақсатта болуы мүмкін, былтырғы қойған мүмкін, мақсатта болмауы мүмкін. Яғни соны келесі жылға осы нәрсені өзімнің әлсіз жағым деп жазып, келесі жылы осыны орындаймын деген мақсатта осы әлсіз жаққа жазып қоясыздар. Одан кейін мүмкіндіктер. Бұл мүмкіндіктер биылғы жылы осындай нәрсе жасауыма болатын еді оқу жылында. Енді ол белгілі бір себептермен орындалмай қалып жатады. Сонда мысалға мүмкіндіктер ол яғни келесі жылда жүзеге асу керек. Яғни мен осыны орындай алатын едім деген бір. Бұл жерде мысалға мен өзіме жаздым. Өзім ғылыми жобамен айналысқанда мысалға жаңа тақырыптарда тағы да ғылыми жоба жазу, шығару. Одан кейін авторлық бағдарламаны өзім ойлап жүргем. Соны келесі жылға мысалға авторлық бағдарлама және әлсіз жағыма да жаздым оны, және де мүмкіндіктерге де жазып отырмын. Сондай-ақ айтыскер оқушымды республикалық деңгейге шығару ойымда бар. Одан кейін қауіп-қатер. Бұл жерге не жазасыздар? Мысалы, мен былай жаздым, уақыттың тапшылығы, яғни бос уақыттарды тиімді пайдалану, көбірек әдеби шығармалар оқуым керек еді, және де әлі де болса оқушылардың сабаққа деген ынталарын жоғарылату. Барлықтарыңызға іске сәт.